Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия мүшелері Айыртау аудандағы бірқатар әлеуметтік және тарихи маңызы бар нысандарды аралады. Мәртебелі меймандар Айыртау аудандағы тарихтан сыр шертетін киелі Қарасай мен Ағынтай батырлар мемориалдық кешеніне ат басын бұрды. Кешен директоры Самидин Омаровтың айтуынша 17 ғасырда осы өлкені шапқыншылардан Есім ханның бастауымен Шапырашты руынан атақты Қарасай және Арғын руынан Ағынтай батырлар қорғаған. Олардың екеуі де Құлшынбай төбесінде жерленген. Салынған кесене Қазақстан халқының мызғымас достығы мен бірлігінің нышаны болып табылады. Конус тәрізді 16 метрлік мұнараларды олардың арасында орналасқан үміт пен сенімнің тірегі мешіт қосады. Қарасай батыр бабамыз жігіттік шағын бәрін 26 жасымен жаңағыдегі 38 жасын бәрін осы жерде өткізген. Ең жігіттік шағын. Сөйтіп Қарасай мен Ағынтай екеуі өте қатты дос болғаннан кейін анау жаңағыдегі Алматы облысындағы Салғын төбе деген жерден қоныс аударып көшіп келеді. Одан соң елордалық қонақтар кесененің ішіне кіріп, қос батырдың рухына тағзым етіп, құран бағыштады. Бұл күні ұлттық комиссия мүшелері аудан орталығындағы жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған Айыртау мектеп-интернатына да соқты. Айта кету керек, аталмыш білім ордасында 109 оқушы тәлім тәрбие алады. 8 отбасына бөлінген олар бос уақыттарын қолөнер бұйымдарын жасаумен және спортпен айналысуға жұмсайды. Өнерден де кенде емес екендіктерін қонақтарға көрсете білді. Жас бүлдіршіндердің алдына құралақан келмеген олар тәрбиеленушілерге қазақ хандығының 550 жылдығына орай сыйлық тарту етті. Приехали в ваш Айыртауский район, потому что она является родиной многих знаменитых людей. Сіздердің аудандарыңызға келген мақсатымыз Айыртау көптеген ұлы тұлғалардың туған жері. Соның ішінде ол 13 жыл көлемінде қазақ хандығын басқарған Айғаным ханшайымның жері. Айыртау аудандағы қасиетті қойнауы тарихқа толы мекен саналатын Айғаным қонысы да қонақтардың назарынан тыс қалмады. Қонысты тұрғызу үшін Александр I патша 5000 рубль бөліп, бұл ортада қонақ үй, осы төңіректегі алғашқы медресе салынып, Қызылжардан шақырылған молдалар балаларға дәріс берген. Шоқан енді балалық шағын бәрі осы Сырымбет елінде өткізген. Сол себептен 12 жасында осыдан мінеки Орыс қаласына омбыға өз жерден сапарға аттанған. Өздеріңіз жақсы білесіз, Айғаным әжеміз енді білімді азамат болған, көп тілдерді білген, парасатты болған. Сол себептен ол өз баласында Шыңғысын оқытқан. Ода линейный казаческое училище дейміз, соны бітіргізген. Одан кейін мінеки кадет корпусына өзі Шоқан немересінде жіберген. Қоныс осы уақытқа дейін 2 рет отқа оранып, 80-ші жылдары алматылық археологтар оның іргетасын тапқан соң қайта тұрғызылған. 1993 жылы жаңа кейіпке енген қонысты Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстан президенттері бірлесе ашыпты. Қазір бәрі бұрынғыша жабдықталып, Айғаным ханым, Шоқан Уәлихановтардың портреттерін есептегенде 300-дей жәдігер бар. Айғаным анамыздың қайраткерлігі, оның қазақ хандығы тұсындағы қазақ халқының Ресейдің құрамында болған кездердегі еңбегі ғылыми жұмыстарда, елдің жадында жақсы сақталған. Бұл жаңағы қазіргі уақытта тарихшылардың жариялап отырған хаттары, елдің жадында қалған әңгімелер және осы өңірді дамытуға, жастарды оқытуға, білім алуға, халықты тәрбиелеуге бағытталған оқысының еңбегі қазіргі қазақ әйелдерінің билікте жүрген үлгі өнеге алуға боларлық. Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия мүшелерінің Айыртау ауданындағы сапары Шоқан Уәлиханов атындағы Сырымбет тарихи этнографиялық мұражайында жалғасын тапты. Мұражай 1985 жылы Шоқан Уәлихановтың 150 жылдық мерейтойына орай ашылған. 4 бөлімнен тұратын мұражайдың 1-ші, 2-ші және 3-ші бөлімдерінде ғалым тарихшылардың туып өскен ортасы еңбектеріне арналса, 4-ші бөлімі Сырымбет ауылынан соғысқа аттанған ардагерлерге арналған. Бүгінде мұнда 7300-ден астам жәдігер сақталған. Самат Сапаралы, Анатолий Белонок, ақпарат.